Қадірменді халқым, ассалаумағалейкум. Достар, подписчик, подписк. Соның қазақшасын жазып жіберіңдерші. Өзіміз қазақ мемлекетінде тұрып, бірақ мына тиктокта қазақша жоқ қой, білесіздер ғой. Енді айтатыным, мына бейнеролигім оқушыларға, ер балдарға да 11 мектепке дейін енді. Бос жүргендер бар, тиктокта отырғандар бар, таңертең кешке дейін. Келіп, мына келіп 45 минут дедім да, бір ай болды. Біреу де келген жоқ. Ал енді кеше 3-4 күн мен ойнап жүрген жоқпын батылда. Жайлап қарасам, былай парақшаны ақтарып, кілең оқушылар, ата-аналар, балдарыңызды қараңыздар, тиктоктан алшақтатыңыздар. Бар білгенім, естігеніміз осы керемет деп кіріп жатық бәрімізде. Бірақ балдарыңыз, ұл балаңыз болса, мұнда жіберіңіз. Қыз балдарыңыз болса, үйдегі шаруаларын істесін. Жаңа 3-4 адам тіркелді маған, бірақ көбі оқушылар тіркелмеді деп айта алмайсың, көрдің ба? Не кіріп кетті аузыма? Осы бүгінгі жұмыс. Көшеге шамап қояйын. Бүгінгі жұмысты көрсетіп жіберейін. Және қыз балдарға айтатыным, ер балдарға махаббат жайлы пока қоя тұрыңыздар. Уақыт келеді ғой. Сол кезде жасайсыздар. Мотор. Сіздер бала жағаларың жақсы көрсеңіздер, мен осылар жақсы көрем. Я вас люблю деп тұрамын. Сіздер де бала жағаларың жақсы көріп, айтпай өтістер ғой, мысалы. Балаларға шамалы ақша келеді деп, ақша келмейді. 2021-де кірдім, 10 теңгеде тапқан жоқпын, бірақ тапқым келеді. Тапқысы келмейді. Тапқым келеді. Көрдіңіздер ме ағайындар? Қандай қалып батыр бізде да? Тикток. Тек қана тиктоктан кейін басқа бірдеме шығады ертең. Бірақ соны сақ болу керекпіз да, бала-шағамызға. Балдар болашағымыз деп жатырық қой. Спорт. Спортсмендер жаздым, қараңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Вот біздің Атырау облысы Құрманғазы ауданының спортсмендер.